Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай сүзбелі тәттінің рецептімен бөлісемін. Яғни сыроктың. Барлық ингредиент описанияда жазылған. Алдымен шоколадымызды ерітіп, осындай силиконды формаға жақсылап жағып шығамыз. Егер шоколадыңыз қою болса, бір жақсаңыз болады. Ал егер сұйық болса, онда бір рет жағып, оны тоңазытқышта қатырып, тағы да екінші рет жағыңыз. Шоколад қалың болған жақсы болады. Енді сүзбені дайындау үшін майымызды ерітеміз. Майдың үстіне сүзбемізді саламыз. Және 2 ас қасық қант қосамыз. Ванилин немесе ванильді қант қосып, осының барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз. Біздің сүзбе дайын. Енді мұздатқышта, яғни морозильникте қатып тұрған шоколадымызды шығарып, оған жартысын сүзбемен толтырамыз. Ортасына кез келген начинка қолдансаңыз болады. Мен құлпынайдан жасалған тосап қолдандым. Немесе қоюландырған сүт, яғни сгущенка қоссаңыз болады, шоколад қоссаңыз болады. Осылай ортасына ойық жасап, начинкамызды салып, бетін қалған сүзбемен толтырамыз. Оның үстіне біздің қалған шоколадымызды құйып, осының барлығын тағы да мұздатқышқа, морозильникке 1 сағат немесе жарты сағатқа салып қоямыз. Міне біздің сыроктар, сүзбелі тәттілеріміз дайын, формадан өте жеңіл шешіледі. Егер оны ұзақ ұстайтын болсаңыз, мұздатқышта тіпті балмұздақ сияқты болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дүкендегі сыроктың артық болмаса кем емес. Балаларыңызды да осындай өте оңай жасалатын тәттімен қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!